Жаңа жылға дейін үйдегі істелінетін тірліктің барлығын бітіріп алайын деп осылай бірінші список жазып шықтым. Есіме түскендердің бәрін арасында келіп түртіп жүрдім. Бір таза қағазды алдым да бірнеше бөліктерге бөліп жыртып, сол қағаздарға жаңағы істеу керек үйдің тірліктерінің барлығын жазып шықтым жеке-жеке. Олардың барлығын бүктеп, осындай бір ыдысқа салып, араластырып, күніне біреуін, кейде екеуін ашып, қарап, сол істеу керек шаруаны істеп тастайтын боламыз. Осы кухнямдағы пердемді жумағалы жарты жылдан асып баратыр екен. Бойым да жетпей мына жерде әзер дегенде алып жатырмын ғой. Алуы оңай, салуы қиын деген сияқты. Тігін машинама барлығын осылай бүктеп салып жібердім да, масқара бұның кірі кетпей қалар деп екі жағына толтырып порошокты салып жібердім. Әдемі иісі шығып тұрсын деп мынандай сұйықтықты да құйып жібердім. Мен кір жусам тек қана осындай тез быстро дегенге жуамын. 1 сағат 2 сағат мына стиралканың миын айналдырып отыратын уақыт жоқ. Ол да 30 минутта тез жуылып шықты. Ілейін десем бойым жетпей башпайымның ұшымен тұрып, амалым болмағасын осы көрпемді әкелдім де бірнеше қабатқа бүктеп, осының үстінен тұрдым. Соның өзінде башпайдың ұшымен тұрмын ғой. Жаңа жылға дейін жасау керек тірліктің барлығын жасап жатқан мен ғана ма? Басқаларыңыз да мен сияқты үйдің тірлігін жасап жатсыздар ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Всем пока.